Бүгін Самарқанд қаласында Дағбит қыстағында Мақтуми Ағзан деп аталатын кешенге келдік. Ол кешенде қазақ өзбек тарихына белгілі Азияның соңғы жолбарысы атанған Сейітқұлұлы Жалаңтөс Баһадур жерленді. Сейітқұлұлы Жалаңтөс Баһадурдың шын есімі Әбдікәрім. Сейітқұлұлы Әбдікәрім 1576 жылы қазіргі Қызылорда облысы Қазалы өңірінде дүниеге келді. Әкесі Сейітқұл және бірнеше отбасымен қуаңшылықтың кесірінен осы Нұрата өңіріне қоныс аударады. Қоныс аударғаннан кейін Дінмұхаммед деген ханға қызмет етеді. Сол жерде көзге түсіп аталық атағын алады. Бұхара қаласында әскери оқу орнында оқып, болашақтағы Бұхар ханы Әбділ-Азизбен екеуі дос болды. Күндердің күнінде Самарқанд қаласының әмірі атанады. Әбділ-Азизді досы хан тағына отыруына көмектеседі және онымен бірге бірнеше жорықтарға қатысады. Атап айтатын болсақ, Иран, Ауғанстан, Үндістан аймақтарындағы жорықтарға көмектеседі. Сонымен қатар қазақ тарихында Орбұлақ шайқасы деген шайқас болды. Сол шайқаста Жәңгір хан 600 жауынгермен Батыр Қонтайшының 50 000 жауынгеріне қарсы шыққан кезде Жалаңтөс Баһадур 20 000 әскермен көмекке барады. Жалаңтөс Баһадур қазақ өзбек тарихындағы өзінің ізін қалдырған тұлға ретінде қарастырылады. Көптеген тарихшылар өздерінің кітаптарында ерекше атап өткен. Соның бірі Массын, археолог, тарихшы, академик. Массын өзінің бір күнделігінде Жалаңтөс Баһадурға түсіп жатқан сыйлықтар, бір мемлекеттің қазынасына түсіп жатқан сыйлықтардан бірнеше есе артық еді дейді. Ол ақшаға, сыйлықтарға Самарқанд қаласында медресе салды деп айтады. Қазірге дейін сақталған Самарқанд қаласындағы Шердор, Арыстан медресесі және Тиллахари медреселері қазірге дейін сақталды. Демек, Жалаңтөс Баһадур тек әскери жағымен емес, білім ғылымды дамыту жағымен де, халықты сауаттандыру жағымен де көп көңіл бөлгеннің дәлелі. Жалаңтөс Баһадур 80 жыл өмір сүрген екен. Сол 80 жыл өмірінде 42 жекпе-жекке шығып, барлығында да жеңіске жеткен. Жалаңтөс аталуының себебі ол әрдайым сауытсыз жекпе-жекке шығатын көрінеді. Бір күні сауытын киіп жатса, сен неге сауытыңды киіп жатсың деген кезде, бұрындары менің анам бар еді. Өздерің білесіңдер, анам қайтыс болды. Енді менің артынан дұға жасап тұратын ешкім жоқ. Өз-өзімді қорғамасам енді болмас дейді. Сөйтіп тарихта Жалаңтөс Баһадур атымен танылады. Бүгін міне Самарқанд қаласына Алланың қалауымен жолымыз түсіп, Дағбит қыстағына келіп, Жалаңтөс Баһадурдың рухына Құран бағыштадық. Аллах тағала жасаған зияратымызды қабыл етсін, жасаған дұғ тілектерімізді қабыл еткен болсын.